Қайырлы күн, достар. Бүгін біз экономика және бизнес жоғары мектебінің студенттерімен пікір алмасатын боламыз. Бүгін бізде қонақта қаржы мамандығының бірінші курс студенті Нуридин Жамбыл Баймаханұлы. Сіз көріп отырғаныңызға шын жүректен қуаныштымыз. Сіздің қазуға түскендегі алғашқы сезіміңіз қандай болды? Қазуға түскендегі алғашқы сезім өте өзгеше болды. Өйткені мен 12-сіне шықты, сағат 12-де шықты ғой. И сол күнде кеш жатқан болатын, азанда тұрған кезде. Басқаша сезімде болдым. Қазуға түсу деген 6-шы сынымнан бастап осы қазуға түсу арман болатын. Осы қазудың студент болғанына қуанамын. Түсінікті. Сіз қаржы мамандығына өз қалауыңызбен түстіңіз бе, және де ентідан неше балл жинағаныңызды айта өтсеңіз? Иә, бұл мамандықты мен 11 класстың басында таңдаған болатынмын. Мен ол уақытқа дейін физмат таңдайын деп ойладым. Себебі мен математикадан жақсы болған болатынмын. Содан кейін физматтан да физикадан да есеп шығарып өтеді деп ойлаған болатынмын. Ал ол ойымды ағам өзгерткен болатын. Осындай мамандықтар бар, нандай деп тура осыны таңдайтын болса, өзің қалауын таңда деп қаржы мамандығын таңдаған болатын. Мен кезімде 115 болды түсу балл, ал мен 116 балл жинадым. Күшті. Сіз үшін қуаныштымыз. Өз факультетіңізден көрі басқа факультеттерде қандай ерекшеліктер бар деп ойлайсыз? Екі факультет аралығында, мысалы, салыстырмалы түрде. Менің факультетім бұл басқа факультеттерге қарағанда өте ерекше факультет. Себебі активистика, жылы орта, дамушы орта десек болады. Басқа ортада жүрсем, мен өзімді сезіне алмаймын. Рахмет үлкен. Қазіргі таңда өзіңіз айтып өттіңіз, басқа ортада мен өзімді дұрыс сезіне алмаймын деген секілді. Осы экономика факультетінде активистикалық өміріңіз қалай өтіп жатыр? Активистика өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Себебі көптеген жерлерде басқа адамдармен салыстырмалы түрде біз көбінесе активистикамен айналысамыз. Яғни сұңқармен немесе бір факультет арасында болатын жарыстарда да ешқандай пассивный болған емессіз. Үнемі активный болып, бәріне қатысып, Құдайға шүкір, үнемі жүлделі орын аламыз. Сіздің ойыңызша, мысалға тағы да сұрақ қоя өтейін, осы бойынша активистиканың плюсы және минусын айта кетсеңіз? Ол жай ғана сөзбен айтатын болсақ, активистиканың плюсы бұл дамушы орта, командадан басқа үйренесің, командамен жұмыс істеп үйренесің. Ол алдағы сәтте бизнеске тұрсаң да, бизнес өзің ашып болатын болсаң да, командамен қалай жұмыс жасау керектігін білесің. Ал минусы болса, тек ол уақытқа ғана деп ойлаймын, үлгере алмай. Негізі өзің үлгеретін болсаң, кез келген нәрсені Алланың өзі бүйтіп қойып береді. Рахмет жауабыңызға. Біздің осы экономика және бизнес жоғары мектебінің мұғалімдерінің білім беру бағдарламасы сізге ұнайды ма? Иә, білім беру тактикасы әртүрлі. Мысалға, бірінші семестрде берген мұғалімдер мен екінші семестрдің мұғалімдерін сәйкес келтіре алмайсың. Себебі бірінші беретін мұғалім басқа тактика қолдану мүмкін, екінші беретін мұғалім басқа тактика болуы мүмкін. Мысалға 10 сабақ болса, 10 түрлі тактика үйреніп шығасың, 10 түрлі тактикаға дағдыланасың, солай бітесің деп ойлаймын. Өзіңіздің ойыңызша сіздерде қазір өтіріп жатқан сабақтар қызық өтеді ме? Мұғалімдер сіздерді қызықтырып, жақсы өткізе алады ма сабақтарды? Енді бүкілі шебер деп айта алмаймын. Кейбіреулері қызық, кейбіреулері қызықсыз. Сіз қазуға түскеніңізге өкінбейсіз бе? Жоқ, мүлдем өкінбеймін. Себебі 6 жыл бойы, даже 7 жыл, 8 жыл бойы осы қазуға түсуді армандағым, неге өкінемін? Рахмет. Алдағы уақытта осы қазуда білім алуға үміткер болып жатқан студенттерге айтар тілектеріңіз болса, жыл сөздеріңіз болса? Осы қазуға түсетін, осы қазуды таңдаған түлектер ешқашан кейін қате жіберемін деп ойламаңыздар. Бір Аллаға сеніңіздер. Білімдеріңіз ертең ақталмай қалады деп ешқашан ойламаңыздар. Өздеріңіз не істетсіздер, соны аласыздар. Бұйырса алдағы уақытта екінші курста сіздермен кездесемін деп ойлаймын. Үлкен рахмет.
Бізде қонақта экономика және бизнес жоғары мектебінің студенттік деканы 3-ші курс студенті Имашева Гүлжан. Сізді көргеніңізге шын жүректен қуаныштымыз. Және де ең алғашқы сұрағымыз, сіз ентідан қанша балл жинадыңыз? Ентідан мен 102 балл жинадым, но это с учетом подготовки. Всего лишь я готовилась месяц, потому что до этого я думала поступать в Россию, готовилась к ЕГЭ. Аха, понятно. Қазір таңда қандай мамандықта оқып жатсыз? Қазір мен есеп және аудит мамандығында оқып жатырмын. Сіз өз мамандығыңыз ұнайды ма сізге? Жалпы ұнайды, да. Өте жан-жақты мамандық десек болады. Алдағы уақытта есеп және аудит мамандығы бойынша жұмыс жасайсыз ба? Алдағы уақытта хочу попробовать поработать, но в целом не думаю, что всю жизнь буду работать на этой работе, но обязательно попробую. Аха. Қазуға түскендегі, экономика және бизнес мектебіне оқуға түскендегі сіздің сезіміңіз жайлы айта кетіңіз. Во-первых, я была сразу впечатлена всей инфраструктурой, да, все как тут устроено, в плане городка, в плане активистики, поэтому первое впечатление Казму вообще очень классное было. Ну и сейчас тоже хорошо. Ректоратта оқимын деп ойладыңыз тоже? Конечно. Как и все студенты, ректорат — это мой корпус держит, капец. Аха, түсінікті. Және де өз факультетіңізден басқа факультеттердің аралығындағы ерекшеліктерді айта кетсеңіз. Ну, все, что сразу первое, что приходит на ум, это что экономфак — это элита, и сразу представляются такие элитные, богатые студенты, наверное, все такие высокие, красивые, наверное. Да, согласна. Все, да? Наверное, ну, все первое, что пришло на ум, да, это. Аха, понятно. Енді өзіңіз студентсіз бұл сұрақты қойсам сәл қызық шығар, бірақ экономика факультетінде студенттік активистиканы сезіне алып жатсыз ба деген сұрақ? Конечно. Еще как на все 200%, наверное. Енді бірінші курстан бастап активистикада келе жатқасын. Первый полный курс, второй курс, студвесна, фарабифест, оның бәріне қатысып, ты не можешь не ощутить эту всю атмосферу, конечно. До конца 4-го курса. Қазыдағы активистика мен басқа университеттердегі активистиканың айырмашылығын айта кетіңіз. Өзіңіздің ойыңызша. У нас в Казну очень сильно это все раз, прям структура, иерархия бар, все бүкіл очень много организаций, у всех есть свои обязанности, все разделены, все отличаются сами по себе, по своей атмосфере. А в других университетах там нет такой структуры. Там бір-екі ұйым бар шығар, они работают просто так для себя и недолго. Если у нас активистика, она такая долгосрочная, да, до 2-го, до 3-го, даже до 4-го курса и с большими возможностями, то в других университетах это не так, как у нас, и более на начальных стадиях қалыпқа деп ойлаймын. Үлкен рахмет. Енді осыған сұрақтың жалғасы активистиканың плюс және минустарын айта кетсеңіз. Минусы не буду говорить. Но плюсы, конечно, плюсов много, потому что, во-первых, это дает очень много возможностей. Возможности в плане развития. Ты уже растешь как личность, это коммуникационные возможности, это возможности в целом организованности, уметь организовывать, собирать команду, сплоченность. Минусов нет. Аха, рахмет үлкен. Жарайды. Енді сіздің осы именно экономика және бизнес жоғары мектебі факультетіне түсуіңізге сізге не түрткі болды? Наверное, түрткі болды дегенде, из всех, так сказать, областей, сфер науки, мне больше всего близко и больше всех понятнее была и перспективнее была именно вот эта сфера. Поэтому я почти не задумываясь выбрала экономику. Рахмет үлкен. Экономика және бизнес жоғары мектебінің мұғалімдерінің білу беру бағдарламасын бағалай өтсеңіз, мысалы сіздің ойыңызша сабақты өтуі, сабақты беру тәсілдері сізге ұнайды ма? У всех преподавателей разные методики, разные тактики. Наверное, это хорошо, потому что бір сабақта сен былай оқисың, тебе нужно рассказывать так, а на втором уроке ты должна уже перестроиться. Это дает, так сказать, развитию мозгу. Поэтому, наверное, это очень хорошо, потому что мы учимся адаптироваться к различным условиям, к различным методикам разных преподавателей, и мне очень нравится, да. Өзіңіздің ең жақсы көретін мұғаліміңіз кім? Мой любимый учитель — это Эльмира Шербековна. Она самая лучшая. Рахмет үлкен. Және де соңғы сұрақтың бірі, қазуға түскеніңізге өкінбейсіз бе? Қазуға және ішінде экономика және бизнес жоғары мектебіне. Никогда в жизни не жалела и не буду жалеть, надеюсь, потому что до сих пор Казну мне дает только самые лучшие эмоции, самых лучших людей, самые лучшие моменты сейчас связаны только с моим университетом. Классно. Алдағы уақытта енді қазуға түскелі жатқан үміткерлерге тілектеріңіз болса, немесе советтеріңіз болса? Всем будущим студентам, да, всем выпускникам желаю удачи при
сдачи ИНТ. Я уверена, что вы сделаете правильный выбор, если вы выберете нас, да, выберете Казну. Это не реклама, это правда. На личном опыте сказано. Казнуға түсіңіз, никогда өкінбейсіз, потому что тут только все самое лучшее. Рахмет үлкен. Сіздермен бірге тағы да бізде қонақта Опыспаева Сабрина, бірінші курс студенті. Мамандығыңыз? Логистика мамандығы. Аха, сізді көріп отқаныңызға шын жүректен қуаныштымыз. Сіз де келіп отқаныңызға қуаныштысыз деген ойдамыз. Қуаныштымын. Жарайды. Ең алдымен сізден сұрақ, ЕНТ-дан қанша балл алдыңыз? ЕНТ-дан 102 балл алдым. Мен ОБТ-ға 2 апта қалғанша физмат таңдадым. Геоматқа ауысуыңызға не түрткі болды? Себебі бізде отбасылық иерархия десе болады. Мен ата-аналарым барлығы экономика факультетін бітіргеннен кейін менің де сол факультетке түсуімді қалаған болатын. Аха, түсінікті. Получается, не по вашему желанию, да? Қазір нормально, басында өкініш болған. Аха, түсінікті. Рахмет. Жарайды, әрі қарай бұл жайлы кейінірек сұрап аламыз. Пока. Үлкен рахмет. Қазуға түскендегі алғашқы сезіміңізді айта кетсеңіз. Негізі мен Казгуға түсем деген ойымда мүлдем болмаған. Түскен күні сразу интернеттен қарап бастадым мәліметтер. Ең бірінші көзге түскені бұл Казгуда активистикасы болған болатын. Бірақ кейіннен тек қана активистика емес, барлық салалардан дамығанына көзім жетті. Рахмет. Сіз экономика және бизнес жоғары мектебінде студенттік өмірді, активистиканы сезіне алып жатсыз ба? Активистиканы толық сезініп жатырмын. Себебі сұңқар студенттер мен магистранттардың кәсіподағына кірген бері бір семестрден асып бара жатыр. Осы уақытта көптеген іс-шараларға қатысып, өзімді барлық қырынан сынап көрдім деп айта аламын. Және де активистика мен ойлағаннан да қызық болып шықты. Алдағы уақытта бізде YouTube-та, кстати, бар экономика және бизнес мектебінің таныстыру кеші. Бұл кісі Роуз рөлін ойнаған болатын, қарап тұрсаңыздар болады. Жарайды, келесі сұрақ. Сізге, мысалы, осы уақытқа дейін активистиканың плюстарын және минустарын айтып өтсеңіз, өзіңіз жеке опытыңыздан. Активистика біріншіден жаңа ортаны сыйлайды, жаңа таныстықтар, өзіңді барлық қырынан сынап көруге мүмкіндіктер береді. Ал минус жақтарынан тек қана уақыт болмаса, оның өзін қалаған адам таба алады деп ойлаймын. Так что активистика тек қана плюстар береді. Рахмет үлкен. Экономика және бизнес жоғары мектебінің басқа факультеттерге қарағанда қандай ерекшеліктері бар деп ойлайсыз? Осы университетке бірінші күннен студент болып түскеннен бастап, экономика осы факультетінде жылы ортаны бірден байқадым, басқа факультеттерден ондай атмосфераны сезіне алмадым. Сонымен қатар бірден көзге түскені барлық ұйымдар өзінің жұмысын жеткілікті деңгейде, тіпті жеткіліктіден де жоғары орындайтыны барлығымызға белгілі, себебі түрлі іс-шараларда алдағы орындарда келе жатырмыз. Ол сөзінің дәлелі бола алады. Экономика және бизнес жоғары мектебінің мұғалімдерінің, профессорларының беріп жатқан білу беру бағдарламасын қалай бағалайтын едіңіз? Сізге ұнайды ма? Казгуда жұмыс жасап жатқан әр мұғалім бұл өз-өздеріне бір төбе деп айта аламын. Әрқайсының деңгейлері өте жоғары. Мұғалімдердің ішінде өзіме көңіліме ең жақын алған және ұнайтыны Кулиев Илья Самарбаевич. Одан бөлек қазіргі 2 семестрдағы да мұғалімдер өздерінің жұмыстарын өте жақсы атқаруда. Білім деңгейіміз өте жоғары деп айта аламын. Рахмет үлкен. Кулиев ағайына видеоны көрсе қатты қуанып қалатын болды. Келесі сұрақ, бізде қазуға түскеніңізге өкінбейсіз бе? Түскеніме жоқ, қазір өкінбеймін, бірақ басында 1-2 ай өз-өзім таппағанша өкініштер болған. Рахмет үлкен. Енді бізге қазуға түскелі жатқан экономика және бизнес жоғары мектебін таңдағалы жатқан студенттерге тілектеріңіз болса? Ең біріншіден алдағы келе жатқан тестте барлықтарына сәттілік тілеймін. Мамандықты дұрыс таңдап, алдағы студенттік шақтарыңызды тек жақсы эмоцияларға толы өткізулеріңізге тілектеспін. Рахмет үлкен.